Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Иттақи даъватал мазлум." Зұлым көрген адамдың дуасынан етет болғын, сақтанғын дейді. Кейбірке адамдар үшін бір адамдың өмірі, бір адамдың қамалысы, шығуысы, же болсам біреудің ақысы ешқандай мааниге ие емес. Өзінің жеке қызықшылығы үшін, же болсам өзінің қиындығын білдіріш үшін екінші адамға қалаған зұлымдықты қылып қойса болады. Bir оқиғаны ұқтым. Араб өлкелерінде bir gün bir байдың баласы қымбат машинасымен жолда баратса, жаңағы келіп іштеген мигранттардың біреусі массакетчен баратып, машинасына тиіп кетті. Анан елдің көзінше жаңағыны ұрып тоқмақтаған екен. Анан жаңағы зұлымдық көрген, зиян көрген адам Алла Таала саға жетіштүү. Алла Таала сенен өзі өч алсын деп екі жаққа тарқап кетті. 15 күннен кейін дейді, жаңағы қиын болған байдың баласы 15 күннен кейін сол оқиға болған жерге келіп, жинді болып қалған адамдай жаңағы ұрған адамды іздеп жүреді дейді. Іздеп ақыры жаңағы адам тапты. Барып эле дароо батинкесин чече калып, колуна берип туруп, ушул батинке менен мен бетиме урчу. Бетиме урчу деп кайра жабышат экен. Анан жанагы адам айтты: "Мен сени тааныбайм, эмне болду?" деп айтса, өткөндө экөөбүздүн ортобузда ушундай окуя болду эле. Сен Алла Таала сага жетиштүү деп айттың эле. 2 күндөн кийин мен машинам менен бара жатып, унам менен бара жатып, авария болдум. Bir балам менен кызым ошол себептен өтүп кетти. Жүрөгүм ушундай өрттөнүп турат. Алла Таала сага жетиштүү деп дуа кылбастан ошол жерде өзүм эле залакат берип уруп койсоң болбой беле? Мени кечирчи, бетиме ушул батинке менен ур деп жалынып турганын көрдүм. Урматтуу бір туугандар, ушундай. Зулум көргөн адамдын дуасы дароо кабыл болот. Ал үй бүлөңө, ден соолугуңа, бала чакаңа, дүйнөңө сен ойлогон жактан келип калышы мүмкүн. Сенин кыйындыгыңа, авторитетиңе карабай атат. Кээде ушул нерсе кечигип калат. Алла Таала эгерде ошол зулум кылган адамга үзүр сураганга, же болбосо өзүн сактап калганга эч кандай бир мүмкүнчүлүктү беришти каалабаса, Алла Таала ушундай кылат экен. Зулум көргөн адамдардын дуасыны бардыгын чогултат экен. Эгерде дароо өчүн алып койгон болсо, ал жерде дароо бүтүп калат да. Жок, андай кылбайт экен. Жок, сен дагы зулумдук кыла бер, дагы зулумдук кыла бер. Сага эч кандай шанс, мүмкүнчүлүк калбай калганда, андан кийин сага мен адилеттүүлүгүмдү, өзүмдүн күчтүүлүгүмдү, кудуреттүүлүгүмдү көрсөтөм дейт экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, башка бирөөгө зулум кылгандан этият болойлук. Өзгөчө жанагы сотто, прокуратурада иштеген адамдар өтө этият болуш керек. Башка адамдын өмүрүнө, башка адамдын келечегине, башка адамдын үй бүлөсүнө себепсиз адилетсиздик кылып өкүм чыгарып койгон болсо, өтө Алла Тааланын каарында калат. Ошондой эле азыркындай зулумдун, мазлум болгон адамдын дуасында касепетине тартат. Андан кийинки ошол мамлекет башчылары ошол адамдарды ишенич менен биздин ишеничти актагын, мамлекеттин келечегин актагын деп ошол жака аманат кылып жөнөткөн. Ал биринчиден ошол адамга зулумдук кылды, Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыгып зулумдук кылды. Үчүнчүдөн ошол мамлекет башчынын айткандыгына аманатты аткарбастан ошол нерсеге кыянат кылды. Андан кийинкиси адамдардын ичиндеги. Адамдар ошол жерге барган болсо, ошол жерден адилеттүүлүктү табайын, жакшылыкты табайын, адамгерчиликти табайын деп барат. Адамдардын арасында дагы ишеничти кетиргендик болуп эсептелет. Ошондуктан Алла Таалам баарыбызды башка бирөөгө зулум кылгандан, бирөөнүн акысына киргенден Алла Таалам өзү сактасын.